Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай сметанный пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Бір жасағаннан ақ шығады. Ең алдымен бізге керекті заттар: ұн, сары май, жұмыртқа, қант және сметана. Ең алдымен сухой ингредиенттерді араластырып аламыз. Електен өткізілген ұнымызға разрыхлитель, қантты қосып, қолымызбен араластырамыз. Енді сары майды теркадан өткіземіз. Сары майымызды теркадан өткізіп, крошка жасап аламыз. Біздің крошкамыз дайын болды. Енді оған бір жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Енді оны формаға салып, қолымыздың көмегімен жайып шығамыз. Барлық жерін бірдей етіп жайып аламыз. Сосын вилканың көмегімен жан жақтары бір қалыпты болу үшін басып шығамыз. Мінекей біздің тестамыз дайын болды. Енді салмасын жасаймыз. Бір ыдысқа сметанамызды құйып, оған жұмыртқамызды және қантты қосып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Миксерлеуге болмайды, барлығы бір қалыпты болғанша араластырамыз, жаймен араластырамыз. Енді осы массамызды формаға құйып, пешке жібереміз. Қызып тұрған пеште 180 градусқа 45-50 минут пісіріп аламыз. Біздің сметанный пирогымыз пісті. Осындай әдемі болып шықты. Оны толықтай суығасын, бірақ формасынан шығарасыздар. Осымен біздің сметанный пирогымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Және де менің каналыма лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар.